Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ал мен сіздерге таразы белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынатын боламын. Жалпы 30 сәуір күні жаңа ай туды, ал жаңа айда қандай өзгерістер болатынын мен сіздерге өткен видеода түсіндіріп кеткен болатынмын. Ал 3 мамырдан бастап Венера сіздерге 7-ші домға келіп тұр екен. Кез келген адаммен оңай сөйлесе аласыз. Адамдарды көндіре аласыз. Бір үйлену, тұрмысқа шығу тақырыбы өзекті болады. Жұмысқа орналасасыздар. Кез келген ойыңыз тез арада жүзеге асады. Ал 10 мамыр күні Меркурий кері бағытта айналғандықтан бір маңызды құжаттарға қол қоюға болмайды, техника сатып алуға жалпы алмаған дұрыс. Меркурий 9-шы домға келіп тұр екен, 9-шы домға сіздер саяхаттау бір кейінге шегеріледі. Шетелдің адамдармен танысасыздар, шет тілін меңгеру ол да бір кейінге қалайын деп тұр. Егер маңызды құжатқа қол қоятын болсаңыздар, ол жерде қате шығуы ықтимал, ошибка болуы мүмкін. Одан кейін 11 мамыр күні Юпитер 7-ші домға келіп тұр екен. Жалпы енді 7-ші дом адамдармен қарым-қатынасты білдіреді, жолдасыңызбен қарым-қатынасты білдіреді. Үйлену, балалы болу, жұмысқа орналасу деген сияқты тақырыптар тағы өзекті болады. Ал 16 мамыр күні лунный затмение болады, күннің тұтылуы болады, ай толады. Ол сіздерге 2-ші домға келіп тұр екен, зарплатаңыз түседі. Одан кейін басқа адамдардан да ақша аласыз. Қосымша жұмыс жасап ақшалы боласыз. Ақшаның тақырыбы өзекті болады. Ал 22 мамыр күні Солнце, күн белгісі 9-шы домға келіп отыр екен. Өміріңізде бір не керек екенін түсінетін боласыздар. Шет елдерге бір саяхаттау сізге өте қызықты болып көрінгендіктен өте көп осы шетел тақырыбын ойланасыздар. Ал 25 мамыр күні Марс сіздерге 7-ші домға келіп отыр екен. Ал жаңадан танысулар болады, махаббат айы болады. Немесе туысқандарыңыз сіздің үйіңізге көшіп келеді. Немесе сіз туысқандарыңыздың үйіне бір уақытша көшіп барасыздар. Ал 29 мамыр күні Венера 8-ші домға келіп тұр екен. Ал ол кезде ақша жағынан барлығы жақсы болады деген сөз. Ақшаға қатысты бір жақсы жаңалық естисіз. Ал 30 мамыр күні новолуние жаңа ай туады, ол сіздерге тағы 9-шы домға келіп отыр екен. Басқа үйге көшу, жолға шығу, саяхаттау тақырыбы өзекті болады. Жаңадан курс бастауға өте қолайлы кезең. Жаңадан бір курс оқып алуға әбден болады. Жалпы менің сіздерге айтарым осы. Мені таңдағандарыңызға мың алғыс. Бай-бақ қуатты болыңыздар.